Айдахар мен доңыз. Оқыған Әбілмансұр Серіков. Ертеде Айдахар мен доңыз ажырамас дос болыпты. Жастайынан бірге ойнап өскен екеуі бір-бірі туралы бәрін біледі екен. Доңыз әрқашан Айдахарды ең бірінші болып туған күнімен құттықтаса, Айдахар футболға қызықпаса да, досына әрдайым жанкүйер болып, оны үнемі қолдап жүреді екен. Бір күні екеуі серуендеп жүргенде зерікпес үшін өздері жайында жұмбақ жасырып ойнамақ болады. Кімде көп дұрыс жауап болса, сол жеңімпаз атанады. Менің ең сүйікті сусыным, деп бастады доңыз. Алма шырыны, деді Айдахар бірден. дұрыс. Ал мен қандай киноны сүйіп көрем? Аңызға айналған футболшылар тарихы, деп Айдахар нақты жауап қайтарады. Бұл да дұрыс. Енді сенің кезегің. Онда кеттік. Мен қандай сағызды ұнатпайын, деп Айдахар қолықпен қарайды. Қауынның дәмі қосылған сағыз, деп доңыз қуана жауап берді. Иә. Ал керісінше қай сағызды сүйсініп шайнаймын? Құлпынай дәмі қосылған сағыз ғой, дейді доңыз күлімсіреп. Иә, құлпынай сондай дәмді, деп Айдахар бірден жұтынды. Мына ойын түк қызық емес. Біз бір-біріміз туралы бәрін білеміз ғой, дейді доңыз. Оның рас, деп келісті Айдахар. Серуен үнсіз жалғасып, әркім өз ойымен келе жатты. Бір кезде доңыздың есіне бір ой сап ете қалды. Ол Айдахарға қарап: досым, менің ешкім білмейтін, тіпті саған айтпаған бір құпиям бар. Соны айтқым келіп тұр. Әрине, сені тыңдауға дайынмын, деп Айдахар қолдай кетті. Бәрін айтып, тек осыны айтпаппын. Менің бір қорқынышым бар еді. Ол қандай қорқыныш? Мен суда жүзуден өте қатты қорқам. Түсінесің бе? Бүкіл доңыздар судан қорықпай жақсы жүзеді. Менің ағам біздің өзенде балықша жүзіп, бір қарасаң арғы жағада, ал енді бірде бергі жағада оп-оңай жүзіп жүреді. Ал мен болсам, мен өзенге жақындауға да қорқам, деп күрсінді доңыз. Доңыздың сырын естіген Айдахар: уайымдама досым, көңілің түспесін. Менде бір ой бар. Мүмкін сенің қорқынышыңды екеуміз бірге жеңіп көруге тырысып көреміз. Жүр өзен жаққа. Біріншіден ақырындап жақындайық. Жағада отырып, аяғымызды суға салып, денемізді үйретіп аламыз. Содан кейін суға сүңгуді үйренеміз. Досым, мен қасыңда болам. Сөйтіп қорқынышыңды ақырындап жеңеміз, деп Айдахар қолдау көрсетті. Досының сөзі доңызды шынымен қанаттандырды. Көңілі көтеріліп, өзен жаққа қарай бет алды. Орта жолда Айдахардың бір жасырғаны барын біліп, доңыз оны сөзге тартты. Менің де бір айтарым бар, деп бастады Айдахар. Осыдан 1-2 ай бұрын бауырыммен үйде ойнап жүріп, жүгіріп келе жатқанда анамның сүйікті гүл салатын құмырасын сындырып алған едім. Оны көрген анам: мұны кім сындырды? деп сұрағанда сасқанынан ініме жала жаптым. Сол үшін ініме 1 апта ойнауға рұқсат бермей, үй жұмыстарын істеткен еді. Енді сол қылығым үшін қатты ұялып жүрмін, деп Айдахар күрсініп, қысылғаннан қып-қызыл болып басын көтере алмай тұрды. Бұл оқиғаны естіген доңыз не айтарын білмей, біраз қарап үнсіз тұрды. Уақытты артқа айналдырсақ қой. Мен саған жүгірмей абайлап ойнаңдар, немесе не болса да шыныңды айт, болмаса тезірек ешкім көрмей тұрғанда құмыраның бөлшектерін жинап, желімдеп тастауға көмектесер едім, деді доңыз. Ондай мүмкіндік болса, мен де бәрін дұрыстар едім, деп қосылды Айдахар. Осы кезде доңызға бір жақсы ой келді. Айдахар, сен менің ең жақын досымсың. Мен үшін өзен жаққа барып, менің қорқынышымды бірге жеңеміз деп қолдадың. Мүмкін біз сенің де жағдайыңды бірге шешеміз, деп ұсынды. Айдахар үнсіз түсінбей қарап қалды. Жүр, бірге сенің үйіңе барып,
бар шындықты айтайық. Анаңнан, бауырыңнан кешірім сұра. Келесіде не болса да шындықты айтуға уәде беріп қайтайық. деп ұсынды доңыз. Қазір бәрі ұмытылды ғой. Одан қатты ренжітіп алмаймын ба? Бастысы, сен шындықты айтып, істегенің үшін кешірім сұрап мойындайсың. Бұл ерлік. Қорқынышқа жол жоқ. Мен қасыңда болам. Кеттік. деп доңыз Айдаһарды одан әрі қанаттандыра түсті. Осылай екі дос Айдаһардың үйіне қарай жүрді. Жолда қалай бастап, не айтарын бірге ойластырды. Айдаһар доңызды бір құшақтап, рахметін айтып, үйіне кірді. Ал доңыз сыртта күтті. Бірақ үйдің ішіндегі әңгіменің қалай басталғанын, шындықтың бәрін мойындап айтқанын, кешірім сұрағанын бәрін естіді. Айдаһар сөзін аяқтаған соң, анасы: «Жарайсың балам, шындықты айту оңай емес. Бірақ өтірікпен өмір сүру одан да қиын», деп қолдағанын естіді. Ал Айдаһардың інісі: Мен сенің ұялғаннан қиналып жүргеніңді білдім. Мойындап жеңілдегенің дұрыс болды. Мен саған ренжімеймін, аға. деп інісі қолдады. Айдаһар үйінен қуанып шығып, досына қарай жүгіріп келді. Мен бәрін естідім. Жарайсың, досым. Сен үшін өте қуаныштымын, деді доңыз. Доңыз, саған үлкен рахмет. Сенің арқаңда үлкен уайымды жеңдім. Енді кеттік. Кезек сенікі. Сенің де қорқынышыңды бірге жеңейік. Қорқынышқа жол жоқ. деп екеуі өзен жағасына барып, күліп ойнап, аяқтарын суға салды. Ақырындап жүзіп үйреніп, доңыздың да қорқынышын бірге жеңді.